Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте оңай жасалынатын, яғни духовканы да қажет етпейтін, кождарын пісірмейтін, көп уақытты кетірмейтін Наполеон тортының рецептімен бөлісемін. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қарап, жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Бізге қажетті заттар ол слоеные ушки атты печенье қажет, кремге сүт, май, қант, жұмыртқа және де ұн қажет. Алдымен кремімізді дайындаймыз. Ол үшін ыдысымызға жұмыртқа, қант және ұнды салып, венчикпен жақсылап араластырамыз. Яғни бізде біркелкі масса болады. Оған алдын ала қайнатпай, бірақ ыстық етіп қыздырған сүтімізден 2 ожаудайды құйып, тез-тез араластырып аламыз. Сосын барып бұл сұйықтықты ыстық сүтке құйып, енді осылай венчикпен үздіксіз араластыру арқылы кремімізді дайындаймыз. Отымыз төмен болуы қажет. Осылай өзі 5-6 минуттың ішінде қойылғанады. Оттан түсіріп, оған сары майды саламыз да тағы да араластырамыз. Сары май тез еріп кетеді. Енді креміміз тез суу үшін оны бөлек ыдысқа да алып алсақ болады, немесе дәл сол ыдыста суытсақ болады. Менің уақытым тығыздау, сол үшін бөлек ыдысқа арнайы құйып алдым да, бетін міндетті түрде пищевая пленкамен на контакт жауып қоямыз. Яғни беті кеуіп кетпеуі қажет. Енді тортымызды жинаймыз. Ол үшін мен осындай кольцо алдым. Бұл кондитерское кольцо 18 сантиметр жеткілікті. Диаметрін осылай қойып, астына бір ас қасық крем жағып, печеньемізді бір қатар етіп қойып шығамыз. Формасы осылай жүрек тәріздес болғандықтан арасында міндетті түрде осындай ашық жерлер қап кетеді. Егер қатты ашық болып жатса, печеньені сындырып, сол жерді толтыруға тырысыңыздар. Печенье слоеный болғандықтан торттарыңыз дәл Наполеондай болып шығады. Енді үстінен кремімізді жақсылап жағып шығамыз. Шамамен 6-7 ас қасықтай кетті. Енді тағы да екінші қатар етіп печеньені қойып шығамыз. Дәл солай креміміз таусылғанша жасап шықсақ болады. Ең соңында осындай қалған печеньені үгітіп, қолмен немесе оқтаумен үгітіп, осылай бетіне сүйіп шығамыз. Шамамен 5-6 печеньеді кетеді бетіне. Енді бет міндетті түрде пищевая пленкамен жауып, кем дегенде 4 сағатқа тоңазтқышқа қоямыз. Менде 6 сағаттай тұрды. Енді оны формадан осылай пышақпен өткізу арқылы шығарамыз. Жан-жағын тегістемесеңіздер де болады, дәл осылай кесіп ұсына берсеңіздер болады. Үй ішіңіздің барлығына ұнайтыны сөзсіз. Міндетті түрде дайындап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Ал егер менің видео рецепт ұнаған болса, лайк басып, комментарий жазыңыздар, әрі каналыма міндетті түрде тіркеліп қойыңыздар.